Шай ішіп кетсең қайтеді, мен ұсынған кеседен. Қазақ радиосының әуе толқынында. Шай ішіп кетсең қайтеді, мен ұсынған кеседен дейді. Қара шаңырақтың шайы қалай дәмді болып жатыр ма? Керемет. Сөз жоқ. Ой болса, әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Аха. Сол енді табандылық, айта кеткендей, бұл мақсат үлкен арман. Адам айда армандаса, аяғы жерде емес тауда тұрады дейді. Армандарыңыз асқақ болсын. Сол арманның асқақтығының арқасында кішкентай межеге жеткен мақсатының өзі үлкен болып көрінбек. Өнер бөлінбейді, өнер тармақталады. Әркімнің жеткізілуі әрқалай. Сол өнерді жеткізу шеңдігінде осы мүсін кескіндеме өнерін таңдадым. Өйткені ол суретшілер өз заманынан алда ойлайды. Шын мәнісінде де ол солай болып келеді. Өйткені бұл тіпті қазіргі тақырыптардың өзі алдымен рухани сезімнің қабылдауы кетеді. Содан соң барып сананың қабылдауы. Ал рухани дүниенің алдымен қабылдауы ол бір ғылымнан өнер ғылымымен байланысты болып келеді. Өйткені адамның рухани дүниесін зерттеу және де оған жол тауып, ол шығармаларды көрсету, ол ізденісі абзалы. Атың айналайын қасиетті тарихта болған сырымның аты қойылған екен. Сол кісінің жақсы қасиеті қонысында елің, халқың, отаның үшін, елді отанды сүю үшін, міне сөзіңнің бәрі сенің патриоттық сезіміңді Құдай тағала қаныңда берген екен. Енді сен осыны дамыту үшін мен айтар едім, мәшһүр сіз айтқан ғой, адам деген ең қымбат ат қой, Құдайдың алдында да, мына қоғамда да. Адам ақылды адам болам десең, Құдайды таны, оның Құранын оқы деген менің саған педагогтық жаңағы аналық нем, Құран кәрімді оқы, содан тағы да ашыла түсесің, бұдан да биік нелерге жетесің. Енді сенің алға қойып отырған мақсатың қандай, және өз біліміңді адам жетілдіріп отыру керек, иә? Одан да биік деңгейге көтерілу үшін қалай жетілдіріп отырасың? Жаңағы бұнда енді діннің жолымен адам өзін ұстау керек. Қазіргі көп қателесетін жай, мына асқазан ақылды басқарады, ал нәпсі жүректі басқаратын заман болып кетті. Ал соны керісінше баламаға тәрбиелеу, ол адам рухани дүниесінің жоғарғы капиталды жүйесі. Ал енді жаңа айта кеткендей, мына арман деп жатырық қой. Оған енді жету үшін үнемі күнделікті іс ұдайы даму қарқыны керек. Өйткені адамда ұдайы даму болмаса, ол бір межеге келіп тоқтап, оған тойып қалмау керек. Ал егер сондай болатын болса, ол адамда прогресс болмайды. Яғни адам осы өмірде өзімен өзі күресу керек ең алдымен. Ал күрес ол ешқашанда тоқтамайды. Күресті күрес деп қабылдамау керек. Күресті деңгей жаңағы үнемі жетілдіру болмаса бақыт деңгейінде қабылдау керек. Біз өзіміз қалай ойлаймыз санамызда, өмір солай. Адам өмірін қиындық деп қабылдаса, ол қиындық болады да қояды. Ал бақыт деп қабылдаса, шытырман оқиғаға толы деп қабылдаса, бір әлем деңгейінде іс жасап жатырмын деген ниетпен, мақсатпен, арманмен қабылдаса, ол дәл солай болады да қоймақ. Тамаша, міне қандай керемет ақыл кеңес, өзіңнің замандастарыңа. Бізге бөлінген уақыт зымырап өте шықты. Сырым, уақытының тапшылығына қарамай, Қазақ радиосы шақырып жатыр деп қара шаңыраққа келгеніңе үлкен алғысымызды білдіреміз. Шалқар шабыт, деніңе саулық тілейміз. Әумин, айтқандарыңыз келсін. Және де бір сөз айтып түсем деймін. Жетістікке жеткен адам жетістікке жетеді, бірақ бақытты бола бермейді. Ал бақытқа жеткен адам, ол шын мәнісінде жетістікке жеткен адам. Өмірде бақыттарыңызды табуға тілектеспін. Тамаша. Алла амандығын берсін. Әумин, айтқаның келсін. Бүгін түскі шайда қонақта болған Дарын жастар сыйлығының иегері, суретші, мүсінші, болашағына үлкен үміт күттіріп отырған біздің азаматымыз бар болғаны жасың 22-де, Сырым Мүсіреп сұхбат жүргізген мен Ғали Есқұлова.